Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз қазақтың атақты сәукелесін жасаймыз. Сәукеле ата заманнан келе жатқан біздің бас киім. Ұзатылып бара жатқан сәукелесі әдемі болған сайын, ол қатты биік болған сайын, ондағы күміс алтындарымен аптап, күміспен қаптап дейді. Соның бәрін сол сәукелеге тігіп, әшекейлеп, моншағын сол інжу маржандармен көмкеріп, әдемілеп, тесмалап. Енді қазақтың ұлттық сәукелесі ең әдемі деп ойлаймын мен, өйткені басқа ұлттардың бас киімдеріне қарағанда. Басқа ұлттар тоже әдемі шығар, но бірақ өзіме қазақтың сәукелесі ең әдемі деп санаймын. Сол бүгін өзіміздің сәукелені жасап көрсетемін, қалай жасау керек екенін. Бүгінгі мен жасайтын мынандай формасын жасап қойдым. Осы арқа жағы прямой келеді, алты жағы кішкене артқа қарай майысып тұрады. Ол сакский деп айтам енді, бірақ сәукелелер осыған ұқсап келген біздің. Сол осыған ұқсатып жасаймын. Құрметті көрермендер, сәукелеге кіріспес бұрын біріншіден жазылып қойыңыздар. Келесі видеоларымыздан қалып қалмаңыздар. Құрметті көрермендер, сәукеле арт жағынан ровный түзу, алдыңғы жағынан 2-3 қиықтан тұрады. Сол қазір бірінші міне арт жағынан. Арт жағы 24 сантиметр. Оның 8 сантиметр киетін жері 8 сантиметр высотада, ол уже кішірейе бастайды. Мына жер 24 болса, мына жер 22. Одан кейін бұл жерді міне бір-біріне қосасыз да, одан кейін мына биіктігі сәукеленің 42 сантиметр. Барлық. Былай өлшеген кезде 42 сантиметр. Енді соны шығару үшін жаңағы арт жағы 24 сантиметр, 8 сантиметрден кейін уже 22 сантиметрге кішірейеді. Одан кейін барып, мынау ровно былай түзу кетеді. 8 сантиметрден былай түзу кетеді. Сол екінші жағында міне 8 сантиметрден ровно түзу кетеді. Сызып алып, осы жерден уже былай қарай уже ровно қайтадан түзу жүргізесіздер. Сосын мына жерін ақыры майыстырып келіп қосасыздар. Мынандай жерін. Түсіндіңіздер ғой, мынау ровно кетеді былай. Ровно үшбұрыш болып шығатын жер. Бірақ енді бізге үшбұрыш керек жоқ қой. Конус керек жоқ. Бізге арт жағы түзу болу керек. Сондықтан 16 сантиметр төбесінен аламыз. Соны мына жерден 1,5-1,4 сантиметр алып, мына жерден өлшеп аласыздар да, соны мына 16-ның жаңа точкасымен қосасыздар. Қосқан кезде мынандай болып формасы шығады. Енді бұл форма дайын. Екіншісі тура сондай. Бірақ мына жерден чуть-чуть төмен 7 сантиметр. 7 сантиметр төмен болады. Мынау ровно аласыздар да, дуга, кішкене дугаланып кетеді. Доғаланып кетеді. Мына жерде де тура алдындағыдай 8 сантиметр аласыздар міне. Сол 8 сантиметр, астыңғы жағы 25 сантиметр, үстіңгі жағы 19 сантиметр болады. Мына точкадан алып 8 сантиметрден ровно тоже бүйтіп сызасыздар формасын алу үшін. Көрдіңіздер? Формасы тура болып шығады. И бұл жерде 16 сантиметр емес, мына жерде 12 сантиметр кішіректеу. Мына точка 12 сантиметр. 12 сантиметр күшті көріну үшін. Сосын мына екі точкаға 12 сантиметр. Мына жерден мына точкадан 1,3 сантиметр аласыздар. 1,3 сантиметр. Сол жерде 1,3 сантиметрге бүйтіп қосасыздар. Қосқан кезде мына жерден шығады. Мына жерден сәл уже дуганы өздеріңіз кішкене әдемі, нәзік болып шығу үшін мына жерден ақыры қосасыздар. Болды, бұныкі осылай. Енді осыны фетрден крайт етіп аламыз да, біз міне тігуді бастаймыз. 1 сантиметр аламыз. Енді мынаны ашып, жазып, өйткені алды болады. Тігісін екі жаққа қаратып тігіп тастаймыз. Мына жерін екі рет тігіп жүреміз. Алдағы закрепим. Закрепка жасадық. Міне бізде формамыз. Формамыз уже басталды. Көрдіңіз? Әдемі болып шығады қазір. Енді осыған енді артын жалғастырамыз. Бұл жақтарын қайырмаймыз. Бұны үтікпен қайырамыз.
мынаның көрдіңіз бе, бір жағы көтеріліп қалды. Мынаны қазір мен мына ортасына дейін сөгемін. Өйткені мына материалдың бір жағы созылып кетті де, бір жағы созылмай қалды. Мен қазір сөгіп тастаймын. Қайтадан орнына келеді. Бұның өзі сондай көзі бар ма, сондай. Вроде фетр, бірақ созылады. Екі болды, көрдіңіз? Ешқай жер көтермейді, екі жағы бірдей көтеріліп тұр, көрдіңіз? Енді осыны айналдырамыз. Сосын мынаның қысқа түрі. Қырынан қарағанда міне екеуін бірдей қойын. Қырынан қарағанда мынау ровна алды, кішкене қайқайып тұр. Осылай міне енді бұның дальше қаптаймыз, ары қарай қаптап, әдемі қылып, уже келістіріп, салпыншағын салып, әшекей темірлерін, күміс, қазір бижутерия неше түрлі бар. Вот солармен көмкөріп, әдемілейміз. Мынаған қарағанда мынандай. Турарды. Вот осымен міне основа каркасы дайын. Енді оны обшивать етуге болады. Сәукелемізді материалдан крайт етіп пішей бастаймыз. Мен уже сызып қойдым. Осыны кесіп аламыз. Мына үлгімізбен бірдей аламыз, болды. Одан артық кем жасамаймыз. Ворысы жоғары қарай, төмен қарай әртүрлі. Кейбір барқытта ворыстары вообще білмейді, екі жағы бірдей болады. Мына вилюр материалдың ворысына қарайсыздар. Ну, мысал үшін, біреу жақсы көреді, жылтыр жағын, біреу темный жағын жақсы көреді. Мысал үшін, міне қарасаңыздар, міне бұлай темный болып тұр. А если бұлай қойсақ, жалтырап тұр. Ну, ақшыл болып тұр. Сондықтан соны тоже ескеру керек. Ну, алды. Дейміз. Жауып тігеміз. Өстіп, қазір бекіне деп шығамыз. Мына жерде резинка, потому что театрда әртүрлі шаш жалғайды арқасынан, соның бәріне кішкене үлкен болып тұрған, созылып тұрған дұрыс. Өстіп тігіп тастаймыз. Сәукелемнің төбесін жабу үшін біз мынандай қағазбен киіп алдық қаттырақ, сонымен бірдей қылып пішіп алдық. Енді соның жиегін жай шөппен тігіп шығамыз. Одан кейін мына сәукелемізді бітіруге кішкене қалды. Мынандай украшениелерді алып, соны осыған тағып жатырмыз. Каждый детальдарын түбінен тігіп шығу керек. Тікпесеңіз олар босап кетеді. Мынандай украшениені сөгіп, сосын соны мынандай лентаға отырғызасыздар. Соны специально өткізетін жері бар. Соған өткізіп, бұлай өткізесіздер да. Одан кейін арасын кішкене ашып тігу керек. Ашпасаңыз бір-біріне тіреліп қалады. Вот. Пока осы Қарагөз деген спектакльні жасап жатырмын. Сол жерден жасап кетіп өтінгеннен кейін осы сәукелені жасап жатармын. Қараңыздар. Әдемі болып тұра қалды. Еще мына жерде болды, мына жерде болды. Бұл жақта да кішкентай, мындай, потом полоска, узор, там, мына жақта тағы тесмалар кетеді. Біткен кезде тағы көресіздер.